Мұғалжар ауданның құрылыс бөлімінің басшысы мен аудандық мәслихат депутаттарына қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қоғамдағы заңдылық пен тәртіп қағидатын қамтамасыз етуге ерекше назар аударуда. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің Ақтөбе облысы бойынша департаменті Мұғалжар ауданының құрылыс бөлімінің басшысы мен аудандық мәслихат депутаттарына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Олар халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған көппәтерлі тұрғын үй түріндегі 70 пәтерлі жатақхананы сатып алу арқылы 672 миллион теңге сомасында бюджет қаражатын жымқырды деп күдіктелуде. Тергеу соты күдіктілерге қатысты қамауда ұстау және үй қамағына алу түріндегі бұлтартпау шараларына санкция берді. Тергеу аясында күдіктілердің 640 миллион теңгеден астам сомаға ақшалай қаражатын мен түрлі мүлкіне тыйым салынды. Бұдан басқа тергеу шеңберінде 359 миллион теңге сомасында материалдық залал өз еркімен ішінара өтелді. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.